Сәлем достар, мен каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай обертка для шоколадаға сборкасын жасайтын боламыз. Және де кішкене обзор түсіріп кетейін. Бұл менің веб каналымдағы обертка для шоколада. Әртүрлі обертка для шоколаданың сырттары бар. Қазір барлығын түсіндіріп айтып кететін болам. Мысалы, осындай сырға салу деп тұр. Құдалығымызға 1000 жылдық болсын. Қыз ұзату, осындай пустой форматта беріледі. Сіздер жай ғана дизайны ғана болады. Сіздер жай ғана төбесіне атын жазасыздар. Осының ішінен бір шаблонды таңдап алып, сіздерге мен өзімнің бесплатный телеграм-каналыма бір шаблонын салып қоямын. Және де мен веб-каналыма қосылғыңыз келсе, мен YouTube каналымда обзор бар. Веб-каналыма соның барлығын оқып, бесплатный телеграм-каналға өтіп, кішкене работаларды қарап, содан кейін бірақ маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Веб-каналыма шаблонды қалай салам? Мен бірінші осындай өзім размерін тексеріп, шығарып аламын. Одан кейін бірақ суретке түсіріп, веб-каналыма саламын. Өйткені сол суреттерді адамдар өздерінің инстаграмдарына портфолио ретінде сала алады. Осындай әртүрлі шаблондар бар. Мысалы, Мағжан 55 жас деп тұр. Сіздер оның орнына, мысалы, Мағжан 70 жас, әкемізге 50 жас, әкемізге 60 жас деп әртүрлі жазсаңыз болады. Мысалы, анамызға 60 жас деп тұр. Сіздер оның орнына, мысалы, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, қыз ұзату, сырға салу деп әртүрлі жазуды жазсаңыз болады. Міне, мысалы, мына Айдана қыз ұзату деп тұр. Мысалы, Айдана сырға салу деп жазса да болады. Тағы қандай бар? Мысалы, ұлдарға арналған бар. Осындай Мағжан 60 жас деп тұр. Сіздер, мысалы, әкемізге 60 жас, өздеріңіздің айтқандай қалаған жазуыңызды жазуға болады. Мне не обязательно 60 жас жазылып тұр екен, 60 жасқа арналған деп. Жоқ, әкемізге, анамызға, құдалық деп әр шаблонға өзіңіз білесіз не жазатыныңызды. Және де қандай қағазға шығардым, сол жайында айтып кетейін. Менде супер глянцевая фото бумага. Мына жерде көрдіңіз ба, бағасын бірінші көрсетейін. 1800 теңге 100 штука. Бұл жерде қалыңдығы 115 граммдық фото бумага. Міне 100 листов, ішінде 100 штук бар. Және 1800 теңге тұрады бағасы. Мына жерде идеально подходит для всех видов принтеров Epson и Canon деп тұр. Бұл жерде супер глянцевая фотобумага дегеніміз екі жағы глянцевый емес. Менде бұл қағазда бір жағы глянцевый, екінші жағы матовый. Сол үшін обертка для шоколадаға екі жағы глянцевый болу это не обязательно, потому что сізге главная лицевая сторонасы. Міне, қазір осы шаблондардың барлығын кесіп, мен сборкасын жасайтын болам. Айтқандай, бұл Альпенгольдқа және Яшкинаға арналған. Өйткені Альпенгольд пен Яшкинаның размері бірдей. Хотя Альпенгольд 100 грамм болғанымен, Яшкина 90 грамм болғанымен размері бірдей. Міне Альпенгольдті аламын, қоямын. Міне идеально келіп тұр. Көбісі айтады, сырты шықпай тұрсын деп, андай екі шетті шықпай тұрсын деп. Сол үшін міне осындай шықпай тұру үшін сырттары осындай шаблон жасадым. Жазуды жазғанда тура ортасына жазасыз. Және де қазір мен сіздерге сборкасын көрсететін боламын. Міне идеально подходит и Яшкинаға, и Альпенгольдқа да. Міне бұл шаблондардың барлығы менің веб-телеграм каналымда бар. Және де алда сіздермен осындай шаблон жасап үйренетін боламыз. YouTube каналымда бесплатный форматта үйренетін боламыз. Және де осындай шоколадқа қалай сыздым, ескіздім, қалай жасадым, сол жайында айтатын боламыз. Сол үшін менің YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені ол видео жақында шығады. Қазір сборкасына кірісейік. Бірінші бізге двухсторонний скотч керек, немесе клеймен жұмыс істесеңіз болады, обычный клей. Крышкасы жасыл клей, жақсы. Двухсторонний скотч осындай тонкий болған дұрыс деп ойлаймын. Ал қалыңдау двухсторонний скотчпен жұмыс істеу кішкене ыңғайсыз болады. Сол үшін мен всегда тонкий двухсторонний скотч аламын. Шаблонды канцелярский ножбен немесе қайшымен кессеңіз болады. Қайшыңыз ұзындау болу керек. Кішкентай қайшы болса, сіздің эскизіңіз кішкене қисық болып, с остановками қисық болуы мүмкін. Сол үшін кішкене ұзындау қайшы аласыз. Шаблондардың бәрін біріктіресіз. 10 шаблонды қосасыз ба, өзіңіз білесіз.
бәрін біріктіріп қазір қайшымен қиып аламын. Бұл жерде фотобумаганың тек қана астыңғы жағын кесемін, өйткені үстіңгі жағы уже келіп тұр. Размерін специально солай жасадым, чтобы төбе жағын қимау үшін тек қана астын қия саласыз. Жаңағы айтқандай, бұл Яшкино мен Альпенгольдқа арналған обертка. Көбісі сырты шықпай тұрсын дегеннен кейін мен осындай кішкене үлкендеу именно осы Альпенгольд пен Яшкиноға арналған етіп жасадым. Енді қараңыздар, міне мен Альпенгольдым тура осылай қоям да, и суреттің жаңағы жазуын тура ортасына алып келемін, и былай жай ғана осылай жинай саламын. Қазір двухсторонний скотчты маған жабыстыру керек. Міне двухсторонний скотчты алдым. Осылай қазір мынау екінші бетін түсіремін. Өзіңіз білесіз, ана жақтан жабыстырасыз ба, мынау шетінен жабыстырасыз ба, разницы нету. Ішкі жағына осылай жабыстырдым. Скотчты алып тастадым, и липкий слойы қалды, көріп тұрсыздар. Енді сурет тура ортасында тұр. Мынау шетін түсіремін да, былай жай ғана қыса саламын. Міне. Енді біздің оберткамыз дайын. Міне осындай обертка болып шықты. Қазір барлығын суретке түсіріп, сіздерге барлығын дұрыстап көрсететін боламын. Мен видеомды қарап, менің каналымда және де осындай видео бар, бірақ Қазақстан шоколадқа арналған видео бар. Соны қарап, сіздер де осындай әдемі шоколадтарға обертканы жасай аласыздар. Жаңағы электрондық форматта жазуды жазған кезде PicsArt арқылы жазасыз, бірақ платный шрифті таңдамаңыздар. Платный шрифті таңдайтын болсаңыз, сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Сол үшін обязательно бесплатный шрифті таңдаңыз, және де жазуын қатты үлкендеу емес, кішкене среднилау, чтобы сіздің оберткаңыздың сыртынан шығып кетпеу үшін. Міне мынау шетін түсірдім, двухсторонний скотчты уже жабыстырып қойдым. Енді былай жабыстыра саламын. Двухсторонний скотчпен ештеңе ашылып кетпейді, қатты жабысып тұрады. Немесе двухсторонний скотчыңыз болмаса, онда клеймен де жабыстыра беруге болады. Міне жасалу жолы өте оңай, жай ғана жазуын главный ортасына қоясыз да, и жаңағы сборкасын жасай саласыз. Сборкасын жаңа көрсеттім, қалай жасау керек екендігін. Міне менде осындай веб-каналымда әртүрлі шаблондар бар. Және де жаңағы двухсторонний скотчтың бағасы 100 теңге тұрады, немесе 80 теңге тұрады. Мен осы жолы 80 теңгеге сатып алдым. Обычно магазиннан, канцелярский магазинда бұндай заттар сатады. Міне осындай шаблондарым да бар. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын деп тұр. Сіздер бұл жерге жаңағы осылай жабыстырасыздар. Мынау шетінен жаңағы примерно көрсетіп жатырмын. Және де мысалы құдалығымыз 1000 жылдық деп жазылып тұр. Сіз ол жерге мысалы анамызға 60 жас, 70 жас, жаңағы мысалы сырға салу деп әртүрлі жазуды, жаңағы өзіңіздің клиент берген жазуды жазсаңыз болады, немесе өзіңізге арнап. Міне жаңағы шаблондардың сборкасын жасап қойдым, барлығын суретке түсірдім. Қазір бір шолып қарап шықсаңыздар да болады. Міне осындай әртүрлі шаблондар бар менің веб-каналымда, және де бесплатный телеграм каналыма осындай бір шаблонның эскизін салып қоямын. Сіздер өздеріңіз пайдалансаңыздар да болады. Және менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені осындай оберткаларды, именно осындай возрастной оберткаларды қалай жасау керек, сол жайында мен видео түсіретін болам. Обязательно менің каналыма подписаться етіңіздер, өйткені сіздер де осындай әдемі шаблондарды жасай аласыздар. Мен жасай алсам, сіздер де жасай аласыздар. Сол үшін мен каналыма подписаться етіп, видеоларды мұқият қарасаңыздар, әртүрлі әр видеода мен қалай фишкаларды айтам, соларды өзіңіз жаттап алып, осындай әдемі шаблондарды жасап үйрене аласыздар. Менің веб-каналым бұл курс емес, жаңағы айтқандай менің веб-каналымда жай ғана дайын шаблондар бар. Ал YouTube каналы ол бөлек YouTube каналы. Ол жерде мен сіздерге бесплатно осындай әдемі шаблондарды жасау жайында, бомбонерка жайында алда әлі көптеген видеолар шығады. Сол үшін ұмытпаңыздар менің каналыма подписаться етуді. Ал веб-канал оның ішінде жай дайын шаблондар каналы. Менің бесплатный телеграм каналыма подписаться еткіңіз келсе, онда обязательно YouTube каналына тіркелу керек. Одан кейін сіздер ссылка арқылы комментарийда жазылып тұр. Сол арқылы өтсеңіздер, сіздерге барлығы түсінікті болады. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет. Всем пока!